Прямо где? Басты басты. Равность. Смирно. Прямо. Шагом. Марш. Выходной. Хорошо. Равнин направо. Солдат по городу ходят. Идет солдат по городу.
Balcanlar. Kutlu olsun bugün. Bak kutularımıza kadar. Öyle. Ay rahmet ve hürmet olsun. Olsun. 35 yıldır. Kazakistan. 35 yıl bұрын армияда болып 1989 жылы 91 жылы еліне аман қайтқан солдаттар бүгінгі басқосу мерекелеріңіз құтты болсын деп бір шапалақ ұрып қояйықшы өзіміз бәріне. Отан үшін отқа түскен 2 жыл борышын атқарып елге аман есен келген жігіттер рахмет бірге. Енді ортамызға Алтынбек бауырым бар ортамызда. Осы сіздердің командир әделенде естіп жатыр. Бір шапалақ қоза Алтынбек мырза келіп отырған. Бүгінгі біздің взводтың командир әделенесіз ба? Деп қояйын рахмет бірге. Ал, Алеке, қош келдің бірге. Қолда қош жүзге қарасам, бір қандай жүзі жылы кісіден түгілме дейді ғой. Қандай бұл, қандай не отыр, ощущение отыр? Керемет көңіл Да? 35 жылдан кейін ба бұл жақтармен кездесу мен үшін бір үлкен бақыт. Үлкен бақыт әрине. Бір бата берейікші бола ма? Болады әке. Мен кеше ғана бала едім, бүгін де бүгін ата болдым, құдай қаласа бүгін Алла бұйырса. Бала шаға бар, немере бар деп ойладым, не? Тыбай. Ал. Жай қолыңды әлеумет бәріңде болғай саламат, кеудедегі шыбын жан бір құдайға аманат. Үйлеріңе толсын береке, отбасыларыңа орнасын таусылмайтын мереке. Жет атаңа біткендей, сүйекке қайнап жеткендей, ақыл менен ой берсін мұраттарыңа жеткендей. Күліп ойнап өтейік енді қалған өмірде, айыр қапын төк, алқан берекетін берсін. Осы отырысымыз қайыры менен, қуанышы менен ұзағынан бола берсін. Әумин. Әумин. Патшаның ортамызда болса. Тойдың төрінде бірге бұл. Қош келдіңіз. Ал қош көрдік. Ал 35 жылдық құтты болсын. Сол жақтан. Ал мына біздің атымыздан бүгін әйелдерге кішкене подаркамыз бар еді. Соны беруге рұқсат етіңіз. Қыздар қауымына табыстайық бірге. Бүгінгі 26-06-26. Бұнда енді үлкен той ғой, сол тойдан кішкене толықтай деп әйел адамдарға. Рахмет. İzzetken ayda boy, saysa boylamaz değil bu. Қарақалпақстаннан келген, Нөкістен келген. Құрметті Кенжеғали. Та соғыстың қатарында Абай атамыздың ауылынан келген, Өскеменнен келген Қазақстан, Қайрат пен Сұңғат атты жігіттер баса бір. Шағылмаш! Рахмет бәрекелді. Қош келдіңіздер енді әрине. Россия, Қарақалпақстан, Өскемен бірге. Бары күндіз естім, шет жағасын. Құран бақштапсыздар. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Бәрі қабыл болсын жігіттер. Енді сол айтпақшы, алыстан келіп бірге. Россиядан келген қайсыз? Россия. Ай бірге. Қош келдің. Астраханьда берсін. Ай жігіттер, сол жақтар. Бүгінгі мына 35 жылымыз құтты болсын. Кездесіп жатырмыз бәріміз. Танысып жатырмыз. Көрмеген жігіттер бар. Бәрімізге де Алла амандығын берсін. Үйлеріміздегі өтіріп отқан ұл-қыздарымыз, немере шөберелеріміздің қызығын көрген ата-ана болыңыздар. Мен қуаныштымын. Осы күнге жетіп жатырмыз бәрімізге. Бәріміздің де үйлерінде осындай той думан болсын. Дастархандарыңыз әрдайым да жақсылыққа жайылсын. Бастап кеткен Байеке, жерде Самат бар, Нұрболат бар, Шадия бар. Бәріңізге де рахмет. Еңбектерің Алладан қайтсын. Бір қызым, 2 ұлым бар. Жолдасымның аты Дина. Қош келдің. Кенжеғали бауырым. Ана жігіттер, 35 жылдықтары құтты болсын. Малдарым, қызықтарым сол үлкен тойда да осы кездесіп. Қайырды болса да сол жетіп келеміз ғой. Бәрінде аманшылық, денсаулық бұларды. Денсаулық болса бәрі болады ғой. Соның арқасы шалып ойнап күн жүрмем десейші. 35 жыл. Ол
35 жыл кім бар кім жоқ, бірақ дегенмен мен тіпай тіл көзім басқа. Мына қазақ халқында аурудың екі түрі бар дейді. Біреуі көз сүю, екіншісі мынау сөз сүю екен. Осы сақ болады. Жалпы қаншауын әкелдіңдер өмірге? Өмірге қаншауын әкелдіңдер? Мен де біреуінен әкелдім, мен бір келіншегім бар, бір балам бар деген секілді. Аллаға қуаныштымыз, өзім осыларда кездескеніме, бәріне шын көңілмен, әрдайым осыларда кездесіп отырғаныңа қуаныштымын, рас. Қазақстан Республика қызмет етемін деп болаңдар. Сендерді бүгін 35 жылдық мерейтойларымен құттықтаймын. Ура, ура деп қойыңдар. Ал жігіттер, қыздар, бүгінгі мерейтойларың құтты болсын. Міне 35 жыл алғаш естігенде шындады бәріміз жерден жеті қойын тапқандай қуандық еді. Көзімізге жас та келді. Оны өтірігі жоқ еді. Ол толқыттымды айтайын деген. Сол айтайын деген енді осыны ұйымдастырып жүрген енді Байеке, және ана Кенжеғали айтты ғой, Қуаныш, Рахмет, Саматтың Кенжегі Гүлім ұйымдастырып, және де осы Түлкібастың жігіттер, Шымкенттің жігіттері осыны ұйымдастырғандар. Мұнда бір рахмет, аттарымды атамай түрлі қойын. Ал енді әрқашан дастарханымыз осындай жастыққа жайылсын. Бағана Байеке айтқандай 40 жылды тоспайық, жылда тойлай берейік. Артамыз қаншама жолдас жораларымыз кетіп қалған екен. Бүгінгі жиналып отырғаннан да көп кетіпті. Қарап отырсақ. Бүгін бармыз, ертең оны кім біледі. Деніміз сау болсын, ауырмайық, бала-шағамыздың қызығын көрейік. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын, соғыс болмасын. Дастарханымыз әрқашан осындай жақсылық, қуанышқа жайылсын. Басымыз тойға қосылсын. Балаларымыздың қызығын көруге Алла тағала нәсіп етсін. Бір әйелім бар, 3 балам бар, 2 қыз, 1 ұл. Айтамайым қандай сезді тұрғандарыңызды. Сол айтпақшы, жаңа Астраханнан келген, Нөкістен келген, Өскеменнен келген жігіттердің тілектеріне рахмет. Ақтөбеден келген Кенжетай, жұбайыңызбен келсеңіз. Ақтөбеден келген Айтқали, тұра қалыңдар, орын шақырам. Әркім өз қарына тұра қалайық. Және де Қызылорда, Нұртай атты потен болса. Алтынбек мырза, қош келдіңіз жасқа. Осыдан қорап келдіңіз ба? Ай, бәрекелді. Ал, той құтты болсын бүгін кешіміз. Бәрекелді. Рахмет Азаба жігіт, сый құрметіңе. Ал енді мына 35 жыл деген бұлай қарап тұрсаңыз енді бір адамның ғұмыры деп айтуға болады. Осы 35 жылдың ішінде талай жігіттер де ортамызда болмай қалып отыр ғой мінекей. Мысалға өзімнің ротымда болған мына Алматы облысы Кеген районы да болған мына Қуанышбаев Арман деген досым болып, екеуміз армияда жүргенде мықты дос болдық. Бірталай нәрсені армандадық. Ол кезде бала қиялымыз ғой енді. Сол қиялдардың бәрі жөніне қалды ғой енді. Мысалға енді біздер армиядан келгеннен кейін заман өзгеріп кетті. Почта деген істемей қалды.
телефон деген ол кезде жоқ, арада қатынас үзіліп қалды. Онан кейін осы мінекей былтыр осы Қызылордаға келіп, сол досымды іздедім мен, сол жағында. Қайтыс болып кеткен екен. Иманды болсын, сол жігіттердің жаны жанатта болсын енді. Осы қызықты ортамызда болмаған жігіттердің енді имандары салауат болсын. Енді қалғанымыз осы отырған, дастархан басында отырған осы азаматтар, отбасыларыңызда әрқашан аманшылық болсын. Дендеріңізге Алла саулық берсін. Көрінген қара құраулардың қызығына тоймай, әрдайым осындай кездесуді бізге Аллам жазсын деп тілеймін. Қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Кездесуіміз жалғасын тауып, арман қарай қуанышқа жалғаса берсін деп айтқым келеді. Рахмет баршаңызға. Рахмет, Алеге. Құрметті қанды көйлек достар, сонау енді 89 жылы 18 жастағы жасөспірім жігіттер бүгінде ел ағасы болып, алды ата болып, үлкен бір шаңырақтың тұтқасы болып, 35 жылдан кейін міне бір кездесу жасап, қатты қуанып тұрмын да. Мына жаңағы Ақсу-Жабағылының төрінде, Тұрар Рысқұловтың туған жерінде бүйтіп көрем деп ойлаған жоқпын. Осындай бір ғанибет, табиғаты керемет жерде кездесу ұйымдастырғандарың үшін басын деп рахмет айтамын. Мен осы жаңағы Түлкібасқа келгендегі ең бір тағы да бір басты мақсатым бұл мына Ақсу-Жабағылыны көру еді. Мына қарасам, кешегі кітаптан оқыған анау саймасай болысты өлтірген Тұрар Рысқұловтың әкесі мына таудың етегінде, Тянь-Шань тауының етегінде арасында жүріп, мына жағы Жоңғар Алатауының етегі, Қаратаудың етегі, мына жағы Алатаумен шектесіп жатқан осындай бір керемет табиғаттың аясында өмір сүріп жатқан жігіттер өте бір жақсы, сондай бір жаңағы таудың сап ауасындай ниеттері де жүректері де сондай бір таза жігіттердің осындай бір жақсы бір кездесуі тағы да құтты болсын дегім келеді. Енді өзімнің алғысымды білдіргім келеді. Осы жерде Байекеңе, Саматқа осы ұйымдастырып жатқан, осы жерде архив болған жаңа кім, Ержан мырза, тағы да басқа жігіттер осы кездесуге атсалысқан. Баршаңызға Алла қуат берсін. Әкешкәні ортаға. Қазақтың ұлттық тағамы қойдың басы, енді білесіздер ғой, арнайы асылған ас. Бұл енді Малигенттің баталашы кім? Кім қой бата бересің? Амин. Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын. Басымызға амандық берсін, денімізге саулық берсін. Алла Тағала ұзақ ғұмыр берсін. Алла Тағала осындай жақсы күндерде жиі кездесіп нәсіп етсін. Амин. Рахмет. Қара мұртым, қайратым, қара мұртым, майбатым. Қара мұртым болмаса, қарамайдың қайғатын деп. Ақтөбеден ба? Қош келдің. Бар жігіттер, бәріңе де ризамын. Мына 35 жылдықты көре алмай кеткендер бар. Имандар салауат болсын. Жаңа Алтынбек досым айтып кетті ғой, бәрін. Ақ тілек періштенің құлағына жалынсын. Бүгін мынау осы таудың бөктерінде жиналған жігіттер, Алла жүздеріңнен күлкі кетпесін. Дендерің сау болсын. Міне әдемі бір ғанибет болып жатыр. Бәріңе қуаныштымын. Мынау Байекеге осы группаны, жігіттерді тауып группаға қосып, архив Ержанға, Саматқа, Гүлім берген қарай келіп кетесіз бе? Мынау Гүлімнің еңбегі зор. Мына жігіттер Гүлімнің еңбегі зор. Мына Саматқа жібереміз, Самат кейде ответ жазады, кейде жазбайды, бірақ Гүлім бәрін жинақтап, мына тірі осы жерде тұрған сұлжаттарымен бірге қайтқан сұлжаттарға да альбом арнады. Бәрі Гүлімнің еңбегі. Алла разы болсын, жағы түспей жамандық көрмесін, бала шағасын қызығын көрсін. Саматтың түнгі командирі ғой, осы командир бастап, Саматтан бәрін архивті алып, бәрін жақсы шығарды, альбом өте керемет шыққан. Мен қайтқан сұлжаттардың жұбайларына жіберіп едім. Олар деген жылап, маған алғыстарын білдіріп жатыр. Жігіттердің бәріне алғыс айт деп жатыр. Ертең сол сұлжаттармен кездескенде алғыс білдіріп біздің атымыздан. Біз бара алмаймыз. Мен оларға өтініш айтқам, егер жүрсеңдер жол қаражаттарыңды өзім көтерейін, бірген бірге жүріңдер. Біз ешкім танымаймыз. Егер күйеуіміз болғанда біз жарқырап баратын едік, күйеуіміздің жолдастары деп олар шегініп қалды. Енді ол біреудің
күйеу жоқ әйелде жүр деп тағы айта алмайсың. Әйелінен де шамалы қолын қарайын. Мына әйелдерді топырлатып несіне алып келсін деп айта ма деп. Өзі шамалы жүрегі нашарлау адаммын. Бәріне қуаныштымын. Мына күнді қасыма шақырып алып тұрғаным. Орамал тон болмайды, жол болады деген. Мынау Гүлім саған рахмет. Алла разы болсын. Мынаған келіншегіме берейін. Бәріңе ризамын достар. Жиі келіссек. Мына бүгінгі кездесуге жиылған азаматтар, азаматшалар, мына Сертайдың арқасында өзім армияға бармағанмен барғандай болып сіздермен жүздесіп жатырмын. Барлығыңызға да рахмет. Әрқашанда осындай жүздерің жарқын болсын. Мына ұйымдастырып жатқан азаматтар барлығыңызға да рахмет. Қай-қайсында бөліп жарудың реті келмейді. Барлығында осындай кең дастарханда қуанышты күндеріміз көп болып кездесіп барлығында рахмет айтамын. Әрқашанда осы күріп, жақындап, осы кең дастарханда кездесіп жүргеніңіздер. Айтпадыңыздар ма, қаншауын неғылдыңыздар? Алланың берген 6 баласы бар. 3 ұл 3 қыз. 8 немере, енді 2 немере тағы күтіп отырмын. Алла беріп саған. Құдай көпсін берсін деймін. Бәріне де сондай тілеймін, жігіттер. Аман болыңдар. Полчандар, той құтты болсын әрге. Ассалаумағалейкумдер. Бәріңізді қауымға мына Түркістан облысына рахмет. Бәріңізде үйлеріңе тойды мон болсын. Бәрімізге тілейтін денсаулық болсын. Қызылорда. Арал. Шахай. Ал, мен айтамын. Ал, құрметті менің сол жақтарым бүгінгі қадамдарына нұр жаусын. 35 жылдық мерекеміз құтты болсын. Ал осыны ұйымдастырып жатқан жігіттерге, оған поддержка беріп жатқан жігіттерге алғысымыз шексіз. Рахмет, дендеріңіз сау болсын. Әрдайым жақсылықта басымыз қосыла берсін. Айтылатын тілектерге де, айтылып жатқан тілектерге де қосыламын. Бәріне озат шығармыз жерде. Әйелім бар, 7 балам бар, 1 немерем бар. Ақтөбеден келген полчандар, Қызылорда, рахмет, алыс. Бөтен шығар дүние, қызыл күндей алаша, іздегенім тамаша, жайнай бер жастар шанаша. Ар жағынан жайықтың қайық өтер, тең баспасаң аяғың қайып кетер. Досым ғой ден жаманға сырыңды айтсаң, осы топтан шықпай-ақ жайып кетер. Қызымым Әннің сөзі өзіңіздікі ма? Продюсері мен ғой. Прямо өзің, прямо. Құлағың салы қалайық, ақынның айтқан сөзіне қызынып алғанша келмейді даусым ебіне. Тақыста биік мінезің қарайды бардың көбіне. Құда болсаң сараңмен дүниеде көп бер деп
Қарамас қылған сенімге, жолдас болсаң жаманға, қастығып тұрар шегіде, ескен қалғының бір аңсап, сағынса екен мені де. Өле! Лақамын қайтқан шағымда, шақырмаса қадірілдеп, қыдырып барма есікке, жақының мені жау болып, құртардың деп мүшікпе. Әкесі кетсең орнына, баласы нәубет емжірер, орнында бар мұлағын шүкір ішірер емжірер. Қара жерге қақ тұрар, қайраткерге бақ тұрар, мүмкін жанған шырақтай, бүгінгі өлімі сан болар. Мінекей. Қандай әліге қалай? Бескім, әліге. Ақбек кеш бірімізға. Қандай әндерді біз көп телевизорда естиміз дегіз, осындай кейгіні жырауларшы. Әдемі дауысты, әдемі домбыра, әдемі кетті, екеуісінің бәрі. Рахмет жабар. Алтын ба деңіз? Алтын ба? Тура алтын ойым яғына көрді ме? Сенің арқаңда, сенің продюсерің керемет дүние. Арқардың мүйізінен жасалған деп қабылдап тұрмын. Ақсу жалағылы жеріне кескен. Бұл бірінші туынды көрдік, қазір тамаша жаман емес, маған ұнады негізінде. Керемет. Екінші біздің әншілер Дилназ Ақбарова, Дилназ Ахмадиева. Соның жас кезімізге. Шапалақ ұрсап бола ма? Тура айттың ба? Тура кофе қойсын Дилназ Ахмадиева. Ал, Ташкенттен келген біздің әншілер. Өзбекстан ортамызда бірге бүгінгі тойындарды. Пасандарым деп ән жазып келген екен. Biz kadamasa Kuşku bir nur saray Yüzler içlerden fay Azizim Yüzler içlerden fay Yüzler içlerden fay Azizim sen benim Azizim Aslan emez, aslan ama Yat bana Yıldızlar içreden hay, yıldızlar içreden hay. Azizim sen benim azizim. Şapalık kayda kayda. Yıldızlar içreden hay, yıldızlar içreden hay. Azizim sen benim azizim. Yıldızlar içreden hay, yıldızlar içreden hay. Azizim sen benim. Yo bayağı gel. Taşkent'ten gelgen gençler. Faruk Zakirov, Dilnaz Akbarova. Öyle. Uçida uyumukta marbaret. Ay rahmet Faruk. Dilnaz öte tamaşa. Krasava tamaşa. Ya asık olsa koy. Yerin araylar. Basar sen. 3-4. Basar. Bana tabi ben seni. Oye. Esip gülge. Temi. Yo bayo. Aysa. Öyle. Kız geldi köktem öptü. Sol bir sezim. Ortaga. Aysa. Yürü. Aysa. Ata türü ortamızda gel. Ortaga. Hayrat gel. Çimkent'in hikmen enişte. Öyle. Hayır. Acaba bakın solu canım. Oye. Beni karakola kaldım. Yo bayağı. Şirledim sezgin yolu var. Beni karıştarak kaldım. Kaynada gözümü yan canım. Öyle.
жас кезін көрдім сені брат. Жас кезі бірге. Кім шақырады? Ана келші, зеленый металликтегі көйлектегі, зеленый металлик. Шағала қырып қояқ. Зита. Ола, Зита. Бірақ бірінші онда сіздерге басым негізді. Я? Рахмет, төрге жағыз. Рахмет, төрге. Ортамызда Москвадан келген Россия, Николай Пасков пен Ирина Аллегрова. Я прошел все дороги, я тебя искал так долго, ты холода и тревоги вдруг развеяла я цветы. Только мне их подай, для тебя лишь только я сгораю. Знаю, сердце мое растает, тает, тает. Я знаю, ты тайна.
рахмет, бүркіт. Ойда! Әлде! Yo-moyo! Бірге, дауыс бұқты болды. Жоқ, бірге. Молодец. Бірге. Нұртас, нишан қасына барса, нишан қасына бар. Бүгін тойында чемпиондық өлтірген кіші Қайрат Нұртас пен Ниша шабылды деді. Қайрат пен Ниша қайда? Өлтірген. Бірге қошемет. Бұл енді мықты әншілерге береміз негізі. Сол қасында. Бірге. Енді одан бұл кім шықты? Радик қайда? Қайрат кеш. Қайрат сен кіммен шықтың бана? Жанар Айжан қайда? Жанар Айжан кеш. Әкеш. Қайраке, мына іште үшеуі бар екен да? Соның біреуі сенге, қалған екеуін ақылысты бар ма? Шапалы ұрып қояқ қайрата, керемет. Гран-при бар. Ең соңғы подаркы гран-при. Ол бірісіне өз маған бәрін табыстайды. Аты кім? Бүткіл альбом жұмбақ қыз. Ішінде бәрі бар. Пысқанларын пысқызды жаңағы. Әкел оғай. Қожерметтен өзің жұмбақ қыз сен өзгеге ба? Көзін жұмып барса да, көзін жұмып бар. Ардай шабалақ. Гран-при! Қойдарды бірге отырғандар. Ол жұмбақ қыз есімі сіздердің доктор қыздармен аспақ көріңді ғой. Бола ма? Шайбайшы бұл таза ойын болды бұл. Нұрекең мен Шадиярдың идеясы болған заманда бірге. Маған телефонға хабарласып бірге ойын берді. Ал енді шагым! Үш! Раз, два, три. Раз, два, три. Кругом! Ассалаумағалейкум. Құрметті служактар. Аллаға шүкір мына осындай бүгін 20-сында бәріміз бір ауыздан жиналып. Мен бүгін өзі кеңел тойып жүрмін негізі. Сенге батпай жүр. Сендерді көріп-ақ тойып жүрмін. Жаңа старшина деген не емес, армияда болған заңдарын өздерің білесіңдер ғой. Кейіннен погондарын өздеріне тастап кетіп, мен шадирларға рядовой болып келгенмін. Чисті совесть деп. Аллаға шүкір мына екі жерде болғанның өзінде осындай ауызбіршілікте мына семьялармен Аллаға шүкір одан бері мына 55-ге келіп жатырмыз қазір. Бәріміз де ақыл тоқтатып, ер жеткен азаматсыңдар, немерелер бар, шөбере сүйетіндер Алла тағала жақсы күндерде кездесесін жаңа айтып отырмыз ғой. Бұл ең соңғы болып қалмасын. Бұдан кейін де жігіттер деген кезде бәріміз қол көтеріп кеттік мен барам деп. Бір ауыздан жиналайық, амандықта жақсылықта болайық, бастарың аман, дендерің сау болып, тек жақсылықты болсын. Не дейміз, бәрін айтып отырмыз ғой, бәріңе ризамын. Мен бірінші көргеннен ризамын. Берген 5 баласы бар, 5 қыз бар, 2 немере бар, Аллаға шүкір шешем бар, бақытты жанмын ғой, 87-ге келген шешем бар үйде, тағы не бар, мынандай әйелім бар, ол кісі де осы жақтікі. 5 қыз бар. Құдай қаласа жұмақтың төрінде боласыздар. Жұмақтың төрінде болып отырсам, бәрі осы балаларды тартып аламын ғой, мындай еңіз. Ал енді жұмайыма берейді. Ал құрметті қонақтар, бүгінгі келіп жиналып жатқан қуанышты күндеріңізді бөліп, барлық жұмыстарды жиыстырып қойып келгендеріңізге рахмет.
мына жерде келгелі бері аяғымызды жерге тигізбей күтіп алып жүрген осы жердің өңірінің жігіттеріне, келіншектеріне рахмет. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Кездесе беріңіздер, кездесулеріңіз көбейе берсін. Бастарыңыз аман болсын. Жақсылық болсын әрқашанда. Тойларымыз құтты болсын. Алла берік кездесуіміз аманшылықта кездесе берейік. Не деймін енді, мына негізі толқып тұрмын. Осыған жеткеніміз Құдайға тәуба. Бұған жетпегендер де көп қой енді. Аман болайық, кездесуіміз ұзағынан болсын. Ары қарай жалғастыра беріңіздер. Мына Түркібастың жігіттерін көп мақтай беруге болмайды. Бір жеті қалып қаламыз осы жерде. Аздап мақтайық соны. Не деймін басқа? Құдайға тәуба, Алла тағаланың берген екі ұл бір қызым бар. Бәрі бой жетіп, өсіп тұр, өніп тұр. Құдалық алды деп ойлаймын, Алла берді. Соған жетейік, сол кезде тойлайық. Кегім Талдықорған найманы болады, өзім дулат, жаныс болам. Мына Чанермен 2 жыл армияда бірге болдық, бірақ бұны дулат екен білмейді кем. Чемпиет деп бәрі қорған жоқ. Аман болайық, жаныспын, Құдайға тәуба. Аман болайық, жалғаса берсін амандық. Жұбайыма берейін бір ауыз сөз. Негізі жалпы ұруға жүзге бөлінбейік бәріміз. Бәріміз жабылып, шапыраш қояқ, шапыраш. Жаныстар бір шабаға беретін шанс бір егілді. Жалайыр, көреміз ойлап, келе ғой. Ал армысыздар көпшілік қауым. Міне бүгін көптен күткен ұлы той демекші. Бүгін енді сіздердің 35 жылдықтарыңыз құтты болсын. Қандай керемет. Мына баяғыда біздің заманда армияға баратын заманда болды кезінде біздің заманда байқамаққа барсаң, шашыңды лысиклап армияға жіберетін замандарда. Сөйтіп қой, қазір армияға барғанда кегенді білмей қаласың қазір. Сол заманда Тараздан бір Серікбек деген жігіт шыққан. Шымкенттен Баймахан деген жігіт шыққан. Ол деген бізде Беловод дейтін бір ауыл бар, өзбек ауылы. Сөйлем бір Әбдірек деген жігіт шыққан, өзбек жігіт. Үшеуі байқамаққа барса, шаштарын лысый қалғанда бір-бірін танымайды дейді. Бағана кім еді деп. Шаш жоқ та басында, танымай қалғанда лысый болғаннан кейін. Сөйтіп командир келіпті. Давай одну щелку становись деген да солдаттарға. Фамилия назову депті. Одну шаг вперед шығасың деп қойды. Командир келіпті. Бәрі дейді сұрайды. Сөйледен Серікбек дейді жаңа. Я деп бір қадам алып шыққан қойды. Все становись строй деген. Сөйледі Махамбет дейді жаңа. Ол я деп шыққан. Все становись строй деген. Кел қапты өзбекке үшіншіне. Әбділәйіп десе, я деп өзбек қадан шыққан жа. Сөйледі командир осы, таңғанет өзбек. Мен саған бір қадам деп айтсам, командир әке, бұл бір қадам сіздің құрматыңыз деген. Ассалаумағалейкум жігіттер. Қалдарың қалай? Денсаулықтарың жақсы ма? Аман есінде болыңыздар. Ал енді бүгін жігіттер жан-жақтан жиналып жатырмыз. Бүткіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен 35 жылдықтарың құтты болсын. Дендерің сау болсын. Бала-шағаларың аман болсын. Отбасыларың өніп өсе беріңдер. Тек қана осындай жақсылықта, ауызбіршілікте сіз бізіміз жарасып шапқылап жүре берейік. Жандарыңдағы жарларың аман болсын. Өсіріп жатқан немерелерің аман болсын. Ал жігіттер, мына жерде Байеке, Самат, жолдастарымен, содан кейін мына жерде Шатияр, Нұрболат, Асқар, Көркем, бәріңе рахмет. Осындай ұйымдастық бөліп жаратын емес, енді көзге көрінген жігіттер енді. Біз енді құр сәлемімізді үзіп болып, келеміз деп жатырмыз ғой, енді сендер атсалысып отырсыңдар ғой. Аман болыңдар, дендерің сау болсын. Тек қана жақсылықта қуанышта кездесе берейік. Өніп өсіңдер жігіттер. Солшыл ақ қойыңдар. Мен өзім Жалайырдың ұлымын, бәйшегірмін, Талдықорғанда тұрам.
2 ұл 2 қызым бар, 9 немерем бар. Аман болыңыздар. келесі кім мына кіші армияда нормаль жүрген жігіттер бар ма, нормаль жүргендер? бір оршып толжымағандар бар ма? Ассалаумағалейкум. Ал, құрметті қалайық, служақтар, бүгін кездесуге өте қуаныштымын. Білемін, бағанадан бері кел ради кесіңдер, чуйскилер. Келдер берген, бәріміз бірге сөз берді ғой, бізге бергеннен бәрімізге береді. Ораз кел, ради келдер. Ораз жоқ па? Ал енді жігіттер былай ғой. Бірінші очередь Нұрболат, Шадияр, Мұхит, сендер біз күтіп атқандарыңа әбден рахмет. Осы Түлкібаста, Чимкентте күтіп атқандарыңа әбден рахмет. Көркем, жалпы чимкентский жігіттер күткендеріңе рахмет. Бірінші айтатын Байекең, самый первый не ғой, берді, тұршы. Байекең, кім? Самат, Самат, Гүлім, сіздерге барлықтарыңызға рахмет. Өстіп енді не дейміз? Бәріміз денсаулықтың тойдан тойға жараса берсін, бәріміз аман есен болайық. Бәріміз немере, шөберелеріміз сондай үлкен, уже 35 жыл деген оңай жас емес. Мен ойламаппын, түсіме кірмепті. 35 жылдан кейін, армияда жүргенде 35 жылдан кейін өсіп кездесем деп ойыма келмепті да. Бірақ бүгін наивы болып тұр да, соған әлі де сенбей отырмын да, бұны уже. Солай болып тұр ғой. Өте ризамын, жігіттер, барлықтарыңа көп рахмет. Өстіп аман есен болып, жылдан жылға кездесе берейік. Мен Жамбыл облысы Шудың тумасымын. Қазір Алматыда тұрам. Келіншегім Гүлзат, Наксы. Содан 2 ұлым бар, 2 қызым бар, 6 немерем бар. Солай ұлым Дулат ше көрдім. Алматинский екенін көрсетті. Не дейміз бүгін керемет, көптен күткен, күшті керемет, ойымыздағыдай бір керемет қуаныш болып жатыр деп ойлаймын. Көптен күткен 35 жылдықтарыңыз құтты болсын. Сұлжақтар, жұптарыңыз жазылмасын, өмір бақи. Бала шағаларын тек қана қызығын көріп, сол қуанышты бірге бөлісіп жүре беріңіздер. Бұйыртса, бір жылда бір кездесіп, Алматыда өткізейік, Ақтауда өткізейік. Не дейміз, ұлғая берсін, тек қана балалардың қуанышына тоймай жүре беріңіздер. Сол қуанышты бірге бөлісе берейік. Керемет бір той болып отыр. Ассалаумағалейкум. Жалпы сұлжақтар, Алла Тағала баршамызды дәміз бұйырған жерге нәсіп тартады. Енді өмір болған тау деген тауға кездеспейді, тау деген тұрады, қозғалмайды деген адам кездеседі дейді. Бір анда осы барша осы қазақтардың негізінде айтып отырмыз, Байекең мен Саматтың жігіттердің арқасында осындай дастарханда бас қосып отырмыз. Бұл бір үлкен бір қуаныш. Құдай жақсылықтың айырмасын, елім сол болсын, қайғым жоқ болсын, қуаныштар көп болсын, кездесу деген ол күннен тола берсін. Аллаға шүкір, Алладан берген бір қыз, бір ұлым бар, қыздан 4 немерем бар. Ол әлі енді бойдақ енді қысқасы. Амандық болсын, жақсылық болсын, дастархан жақсылыққа жайылсын, Алла баршамыз ұзақ ғұмыр берсін, еліміз аман, заман тыныш болсын. Иншалла бәріміз аман болайық. Кездесуіміз құтты болсын, лайым, дастарханым жақсылыққа жайылсын, езулерімізден күлкі кетпесін, қайда жүрсе де жолымыз ашық болсын. Келін алмағанымыз келін алайық, қыз ұзатпағанымыз қыз ұзатайық, құда болайық, жезат болайық. Байекең жазып жүрді да, Байбұтай, Радиға, не? Анам бұлар даусын естейді. Байеке, сразу звондағансыз ғой, Байеке, қаяқтасыңдар сендер. Мынау, қаяқтан ал? Мынаның адрес, мынау адресімді біледі деші, полный, бірақ бәріміз дейді да. Сен жөріп қалып деді ғой. Қарашы, уже қалмай. В общем, Жазып ұзақ болады. Жын, райды көліп қалғаным.
Көбі сөйлеген. Көзім жасым ақты да бәйгемен сөйлескен. Одан кейін бір 10 минут бәйгемен сөйлестім. 10 минуттан кейін Манарбек атыраудан звондайды ғой. Танисың ғой, ты че танымадың сен, миллион арасынан танимын ғой, серік бір кезде сон. Кетті, короче, понеслась, бүткіл. Мен бір жыл, бір ай істеттім ғой, короче, не деші. В общем, жаңа бағана бір әңгіме болды да, 40 жыл деп істейік жаңағы. Қазір 35 жылдық істеп жатыр қой, 40 жылдық емес, біздің жасымыз уже кеп қалды да. Неге там года ждать 40 жыл деген әңгіме жоқ. Надо, короче, не деші қағаз, облыс и қала болды. Бақтыру керек та жылда, облыс, қала. Болды, кімге түсіп? Былай, барлық демді, от души көңілім менің. Гүлім, давай енді. Түсініңдер, сіздерге денсаулық, аман есендік, балалардың алдында жүгіріп шаққылап жүріңдер. Балалар өсті ғой бәріміздің, балаларымыз өсті. Мен өзімде 2 бала, 1 қыз. Сіздерге денсаулық, амандық. Келесі жылы кімге қалай түседі, солай сол жерде барып қарсы алайық. Тура осылай шулап, айқалап, кім? Амандық. Енді барлықтарымызға қуаныш, жылда осындай кездесу болсын. Қазақстанның қай қаласы болсын, сол жаққа барамыз. Басымыз аман, еліміз сау болсын, бала-шаға аман болсын. Барлықтарың отбасыларыңа той болсын әрқашан. Осындай қуаныш болсын. Рахмет. Соны айтатын, жалпы қанша өндірдіңдер? Бұйырған 3 бар, 2 қыз, 1 ұл бар, 7 немере бар. Нағыз дедушка болған екен, дедушка болған. Қазір мен скорыйдамын, қойып. Ассалаумағалейкум. Мерді отырған ұлтжандар. Аман есен болып, міне, Құдай бізді 35 жылдан кейін кездестіріп отырды. Осы аман болайық, қайда жүрсек де, сіз-бізіміз жарасып. Алла осындай дастарханына айырылмасын. Аман есен болып, күліп ойнап жүре берейік. Жаңа өмірден өткен жігіттерге біз аман, міне, бүгін бар, ертең жоқпыз ғой. Аман есен болайық, міне. Толқып тұр негізінде. Толқып тұр. Көрдің ба жаңа? Енді рахметкім жаңа әдемі достардың еске албасын ғой. Тұнжырап қырбасында бірел жатыр. Онда мейірімді қаншама жүрек жатыр. Осы қуанышты аманса өсін деген сол әр уақыттарын қола берді. Бір қошеметтер қойшы жігіттерге қандай керек өтеді. Сол қуаныштың жасы болсын, біздің қуаныштың жасы болсын. Ассалаумағалейкум жігіттер. Осында келгеніме қуаныштымын. Кездескеніме 8 ай ма, сіздермен 6 ағайын служит еттік. Кетіп қалғанына. Біз өзімізше мына Байжан Жамбылдан келе жатқанбыз, Жамбылдан жолдан келе жаттықтағын. В общем, 8 күн ба? Бейте 8 күннің ішінде мен дегендер жиналып алдықтағын. В общем, жолдан жүршіп айтет тастаған. Қазақтар солға бөлді. Бейтеміз, сөйтіп, немеге келсек, часқа келсек, бәрін жасап қойған ғой. Қазақтан ұстатта, любой часта келсек, қазақсың ба? Қазақпыз, ебай. Бүкіл Баш қатарына бар. Енді барлығын бірдей, Құдағаласа бірге, әулиеата жерінен келген Айша бейбізіп айтып жатырға. Кәлгі табыстайық. Жігіттерсіздер бір жұмадыңдар ма? 100 грамм жүрекке 5 грамм беріп кетеді. Бола ма? Бір алыңыздар.
Одан кейін бүгінгі дастархан жайған оңтүстік өңірінің жігіттері, Бауыржан Момыш ағамызбен Тұрарұсу ағамыздың бауырларын ортаға шақырайыншы болама. Жалпы Түлкібаский ауданының жігіттері, Бауыржан атамыздың бауырлары мен Тұрарұсу атамыздың бауырлары болса, бір қошеметтеп, стройға тұрамыз, стройға тұрамыз. Шымкенттің үшілі жергілікті балаларға көп рахмет. Аман болсын, бала-шағалардың қызығын көрсін, осының бәрін ұйымдастырып, шапқылап, бірінші күннен бастап чадер о жаққа ұрып баратыр дейді. Сонда осы ниетпен жүгіріп жүр ғой, негізі біліп тұрсың ғой, сезіп тұрсың ішінен. Енді аман болайық, әрқашанда жақсылықта жолыға берейік. Бәріңе көп рахмет. Енді мен Алла бұйыртса ертең үйіме қайтуым керек. Үйіме қайтқанда үйіме кіруім керек. Соны алдын ала айтып қояйын, осы жерде келіншегіме көп рахмет. Сіздердің мына футболкаларыңды, бас киімдеріңді, видеоларыңызды бәрін жөндеп беріп, осы ұрысып қояды. Ана Кенжетай деген жігіт бар. Самат, мен мына видеоны кешіктіріп беріп жатырмын деп қояды. Мен үндемеймін, жібермеймін, анау біріктір. Мен жібермей жатқанымшы. Бірақ та не болды дейді. Кенжетай тағы да бір сурет жіберіпті деп қоямын. Жібермеймін бәрі. Жібермейсің бе дейді. Мақыл деп қоямын да ақырындап жіберіп қоямын. 2 күннен кейін тағы да бір жіберіп қояды, баяғын жіберіп қояды. Үндемей жүре беремін. Тағы да келді ме? Тағы да келді. Тағы да жіберіп қоямын. Сол үшін келіншегіме көп рахмет. Аман болсын, денсаулығы мықты болсын. Негізі осы ұжымды мына тойханада тойымыз жүргізіп жатқан жігітке де саған да көп рахмет. Аман бол. Администраторына көп рахмет. Аман болайық, денсаулығымыз мықты болып, әрқашанда тойда жолығайық. Айтып отыр ғой бәріне рахмет деп. Сонда осының бәрі ұйымдасын неғыватқан. Бірдеңе жіберсек жаңа Самат қайтамыз. Болмаса берші телефон, өзім сөйлесейін жаңа күлімге. Жоқ деп қойып бермейді ол да. Сонымен осының бәрін жасады. Аллаға шүкір, видеомыз да бар. Жаңағы қайтыс болған жігіттерді еске алған ол видео да бар. Соның бәрі осында жарық көріп жатыр. Алла бұйыртса. Осы кісілердің арқасы бар. Бәріңізге де рахмет мыңдап. Алла разы болсын. Жан басын, көсе берсін, мал басын. Бізге берген басын, жүзге келсін жасыңыз. Жылқың өссін көкала, сиырың өссін сарала, қойың өссін боздаған, түйең өссін боздаған, ешкің өссін зырлаған. Осылай берген батаны бабаларын қолдаған, ауыл аймақ аман болсын, берекелі заман болсын. Табиғат мол ризық беріп, дастарханымыз әрқашан дәмге толсын. Мынау 35 жылдан кейін қосылып жатқан басымыз әрдайым жазылмасын, осындай қуанышты дастархандардан кездесе берейік. Аллам осыны қабыл етсін. Аумин.